құрамы өте арзан шығатын шоколадный пирог дайындаймыз. Ең бірінші біз қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн керек болады, сары май, морозильникте, мұздатқышта тұрған болу керек, құмшекер, бір жұмыртқа мен бір шай қасық разрыхитель. Ең бірінші біз ұнымызға сары майымызды саламыз және бір шай қасық қопсытқышымызды салып аламыз, разрыхителімізді. Сосын осыны бір қалыпты болғанша қолмен жақсылап араластырамыз. Майларыңыз тоңазытқышта тұрғаны дұрыс. Песочное тесто дайындаймыз. Осындай масса дайын болады. Бұны бір шетке алып қойып, енді құмшекеріміз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша араластырамыз. Венчикпен араластырсаңыздар да болады. Осындай болғанша араластырдық. Енді осыны ұнымызбен бірге қосамыз. Сосын қамыр елеміз. Осындай қамыр пайда болады. Бұл қамырды 20 минутқа мұздатқышқа салып қоямыз. Пакетке салып мұздатқышқа саламыз. Пирогымыздың салмасына қаймақ, жұмыртқа, кукурузный крахмал, какао және шоколадымызды осылай микроволновкада немесе су буына ертіп аламыз. Ең алдымен қаймағымызға 2 жұмыртқамызды қосамыз. Және 100 грамм құмшекерді қосуды мен ұмытып кетіппін. 100 грамм құмшекер қосып жібересіздер. Сол кезде өте дәмді болады. Шоколадымызды саламыз. Енді какаомыз бен кукурузный крахмалымызды саламыз. Және бұны блендермен емес, венчикпен араластырамыз. Осылай бір келкі етіп, тезірек араластырып аламыз. Сосын 26 немесе 24-22 диаметрлі формаға істеген дұрыс. Ал мен бұл жерде 28 диаметрлік формаға жасап жатырмын. Жаңағы тоңазытқыштағы қамырымды алып, осылай қолмен жайып шығамын. Сосын тесіктерін вилкамен тесіп шығып, көтеріп кетпес үшін. Менде формам үлкен болғаннан кейін сәл қамыры жұқалау болып қалды. Жаңағы дайын болған шоколадный смесімізді құйып жағып шығамыз. Формам үлкен болғаннан кейін сұйықтығымызда сәл аздау болып қалған сияқты болып көрінді. Осылай бір келкі етіп жайып шығамыз. 160 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскеннен кейін бетіне шоколад пен сливки ертіп құйсаңыздар да болады. Мен осылай пісіп шықты. Мен шоколад құймадым. Какао мен осылай посыпкалар сеуіп шықтым. Вафельный крошки септім. Ас болсын.